Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын пастаның рецептісімен бөлісемін. Қазанды қыздырып, үстіне 100 мл май құямыз. Сосын пияз салып, сарғайғанша әдемілеп қуырамыз. Үстіне 500 грамм тартылған етті салып, жақсылап қуырамыз. Қызанақтың бетіндегі қабығын алып тастап, 4 бұрыштап майдалап турап шығамыз. Етімізді қуырып болған соң бетіне туралған қызанағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Сосын үстіне біраз қасық кетчуп қосамыз. Жақсылап қуырып болған соң үстіне біраз қасық қызанақ томатын қосып және қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрыш себеміз. Енді бетін жауып, жай отта 10-15 минут тұрғызамыз. Қайнап тұрған суға тұз салып, пастамызды 10-15 минут пісіріп аламыз. Мен 200-250 грамм пастаны пісірдім. Дайын пастаны судан алып, қазанға толығымен салып араластырамыз. Пастамыз дайын болды. Бетіне өткіштен ірімшікті өткізіп, дастарханға ұсынамыз. Өте оңай әрі тез, шамамен 25-30 минутта дайындалатын керемет тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.